Баршаңызға қайырлы таң. Бүгін боул деп аталатын кофейнядағыдай таңғы ас дайындайтын боламыз. Ең алдымен гречкамызды шым-шым тұз салып, суға пісіріп аламыз. Піскен гречкамызды осылай ыдысқа саламыз. Үстінен теркадан өткізілген сырымызды қосып, барлығын араластырамыз. Қыздар, менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Каналымда көптеген рецепттер бар, сіздерден қолдау күтемін. Дәл осы рецептпен дайындап көрген болсаңыздар, комментарияға пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Әрі қарай авокадомызды жартылай кесіп алып, сыртын ашып, оны да жіңішке етіп турап аламыз. Жұмыртқамызды да табамызға жартылай қуырып аламыз. Жұмыртқаның ағы піссе болды, сарысы шикілеу болу қажет. Осылайша барлығын гречкамыздың үстіне жинайтын боламыз. Ең алдымен жаңағы авокадомызды қоямыз. Содан соң рукколаны, бір жақ шетінен екіге бөліп туралған черри помидорын және де жартылай піскен жұмыртқамызды әдемі етіп қойып аламыз. Бетіне қалауларыңызша асқабақ дәндерін және де кунжут сепсеңіздер болады. Ең соңынан бальзамический соусты сеуіп, осылай әдемі етіп ұсынсаңыздар болады. Осымен біздің таңғы асымыз дайын болды. Баршаларыңызға ас болсын.